Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын қуырма тұшпараны рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға бізге сарыағаштың суы қажет болады. Бір бокал сарыағаштың суын алдым. Енді сіздер бірзуала жасайтын болсаңыздар, кішірек 200 граммдай сарыағаштың суын алсаңыздар болады. Мен 2 зуала шықты, осы бокалмен жасағаным. Енді осыны таза ыдысымызға құйып, үстіне 2 жұмыртқамызды жарып салып жібереміз, және де пампушка деген майдың жартысын ертіп құйып жібереміз. Біреуі сәл көптеу болады, жартысын салсаңыздар болады. Қанша мөлшерде қанша кететінін бәрін описаниеда жазып кететін болам, сол жерден көрсеңіздер болады. 1 шайный ложка разреките салдым, және де 1 қасық шайный ложка менен тұз салып, осыны жақсылап араластырып аламыз. Ішіндегі жұмыртқасы, разреките бәрі жақсылап араластыру керек, араласу керек, жақсылап араластырып алыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Үстіне ұнымызды салып, жақсылап араластырып қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз осындай болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай, жақсылап қамырды осылай илеп алыңыздар. Бір 5-10 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Тұндырып, бетін жауып қойып қойыңыздар. Қамырымыз дайын болғанша біз ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз. Ішіндегі салмасына картошка қажет болады. Картошканы осылай жақсылап қайнатып пісіріп алған екен, осылай езіп аламыз. Және де пияз қосудың қажет жоқ. Пиязды көпшілікке жасаған екен, пиязды қосу керек емес деп ойлаймын. Енді үйге жасасаңыздар, пиязды майталап қосып жіберсеңіздер болады. 1 шай қасық қара бұрыш, және де 1 шай қасық тұз салып жіберсеңіздер болады. Енді бұрыш ұнамаса, аз мөлшерде қоссаңыздар болады. Осыны жақсылап араластырамыз. Сөйтіп, бұның үстіне жаңағы өздеріңіздің қалауларыңызша сүт қосып жіберсеңіздер болады. Құрғақ болып қалмасын десеңіздер, болмаса қоспасаңыздар да, енді ол өз қалауларыңыз бойынша. Қамырымыз дайын тұр екен, енді осыны жұқа қылып жаямыз. Менің каналымда видео бөліміне өтсеңіздер, осындай түрлі рецепттер бар, соларды ашып көрсеңіздер болады. Сіздердің пайдаларыңызға жарайтынына сенімдімін. Және де видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар тіркеліп, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Қамырымызды жайып болдық, жұқа қылып жайыңыздар міндетті түрде. Сөйтіп осыны кесетін боламыз. Кесіп, жақсылап түйеміз, үлкендеу формада кесіңіздер, сонда әдемі көрінетін болады. Қамырды жайып, осылай үлкендеу қылып кесе беріңіздер, сонда сіздердің қуырма тұшпараларыңыз өте үлкен әдемі көрінетін болады. Осылай бәрін жазып алып, бәрін кесіп шығатын боламыз. Түйінді көрсетіп жіберейін, осылай. Енді түйетін боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, шетін жақсылап жапсырып алып, өйстіп әдемілеп түйіп шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сырты қытырлақ болып, әдем болып пісетін болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің каналымда видео бөліміне өтсеңіздер, осындай керемет пайдалы видеолар болар. Соларды ашып көрсеңіздер болады. Енді майымызды жақсылап қыздырып аламыз, сөйтіп шетінен салып пісіретін боламыз. Бұл рецепті ұзақ іздедім. Мен қанша пісірсем де бұлай шықпайтын еді. Осы рецепт ұнады. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте әдемі болып шықты. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.